Түбі бір туысқан ұлт. Қарайым халқы мен батыс татар жұрты біздің бабаларымызбен бір шаңырақ астында күн кешкен. Мұндай тың деректерді соңғы кездері Еуропа тарихшылары жиі айтып жүр. Сарыарқадан сапарға аттанған бабалар ізімен экспедициясы кезінде Дешті Қыпшақ елінен осы жаққа қоныс аударған ата бабаларымыз жүріп өткен жолмен Литвада танысты. Тақырыпты осы экспедиция сапындағы әріптесім Асқарбек Қазанғап сабақтайды. Қазақстаннан осыдан 1,5 ай бұрын бастау алған экспедиция көші Литва еліне келіп жетті. Ел астанасы Вильнюстен 20 шақырым жердегі Тракай ауылында қарайымдар күн кешіп жатыр. Ғалымдар олардың 12 ғасырдан бастап Дешті Қыпшақ құрамында болғанын айтады. Яғни діні бөлек болғанмен шыққан түбі бір. Олар кейінірек татар, қазақ, башқұрт, қарайым болып бөлініп кетті. Дегенмен бәрі қыпшақ тілінде сөйлеген. Бас қыпшақтары Венгрия, Болгария, Беларусь, Украина, Литваға қарай көшіп, кейін жергілікті тұрғындармен араласып кетті. Әйгілі князь Витовтың мына қамалын сол дәуірде Дешті Қыпшақтың жауынгерлері қорғаған. Ал олардың бүгінгі ұрпақтары батыс татарлары мен қарайымдар болып табылады. Қаз қатардан тізілген мына аты жоқ құлпытастардың тарихы тереңде жатыр. 13 ғасырда моңғол шапқыншылығынан кейін Дешті Қыпшақ елінің бір бөлігі қазіргі Литва аумағына ойысқан болатын. Мына көне қорым осы жерде біздің бабаларымыздың өмір сүргеніне тағы бір айғақ болады. Войска Тақтамыша хана Золотой Орды. Алтын Орда ханы Тоқтамыстың арғын барын Қыпшақтан құралған әскері бұл аумаққа 1397 жылы Асқақ Темірмен шайқаста жеңіліс тапқаннан кейін осында келген болатын. Биыл қарайымдар мен татарлар бабаларының осында қоныс аударғанына 620 жыл болғанын тойлайын деп жатыр. Өткен тарихты санада қайтадан рухани жаңғырту бабалар ізімен экспедициясының о бастағы мақсаты осы болатыны. Сапар барысында біздің бабаларымызға қатысты бүгінге дейін белгісіз болған қаншама дерек жарыққа шықты. Ғылыми экспедицияның шыққанына 50 күннің сыртында уақыт болды. Осы көтеде біз 10 шақты елде болдық. Барлық жерде де біздің бабаларымыз жатыр. Оны сол арада болған оқиғалар, ол уақытта қалдырған архитектурлық кесенелер, ол кісілердің істері барлығы да сайрап жатыр. Бабалар ізімен экспедициясы енді Еуропаның Польша, Германия, Италия, Франция секілді елдеріне арнайы ат басын бұрады. Бұл жақта да біздің бабаларымыздың қалдырған үлкен мұрасы бар. Асқарбек Қазанғап, Хабар 24, Литвадан.